Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Қазына KZ каналына қош келдіңіздер. Біз бүгін опасыз молда атты қызықты ертегі тыңдайтын боламыз. Баяғы заманда бір кедей адамның жалғыз баласы болыпты. Осы сорлы кедей бір күні баласын өйтіп жүріп бір молдаға оқуға беріпті. Ал молда баланы оқуға алғанда, балаңды берсең 7 жылға келсіп маған тастайсың. Осы 7 жыл ішінде оқытып шығарамын. Балаңды сонан кейін аласың, депті. Кедей байғұс қайтсын, келіседі де баласын тастап кетеді. Міне, сөйтіп ол бала 7 жыл оқиды. Әке-шешесі әбден сағынады. Оқуды бітірмей барып көріп қайтуға рұқсат етпейді екен. Осылай 7 жылда бітеді. Кемпір байғұс шалының мазасын алып бар баланы әкел дей береді. Шал жалғыз торшалағына мініп, баласы оқып жүрген молданың үйіне жақындаған кезде бір өзенге суға түсіп ойнап жүрген балаларды көреді. Шалдың өзінің баласы да осында екен. Баласы әкесін танып жүгіріп келіпті. Міне осы жерде баласы мен екеуі танысып, қуанысып қалады. Әкесі әкелген сарықтың баласы мен оның жолдастарына беріп тамақтандырып отырғанда баласы: «Әке, сен осыдан молдаға бар, амандас. Ол молда сізді қонақ етеді. Содан ертесінде тұрғаннан кейін сізге жүр балаңды тауып ал дейді. Ал балаңды өзің танып алмасаң саған бала жоқ деп, сізді бір сарайға әкеліп, ол сарайдың есігін ашады да бір уыс жем шашады. Сонда біз көгершін болып ұшып шығып жемді теріп жей бастаймыз. Сол кезде сізге ал таны балаңды деп асықтырады. Сонда сіз асықпай оны сабыр молдеке сабыр түбі сары алтын деген деп сөзге айналдыра беріңіз. Жем таусылар шағында мен барып басқа көгершіннің аузындағы жемге таласам. Міне, сонда менің балам мынау деп ұстап ал. Бірақ осыдан молдаға барғанда маған жолықтым, болмаса көрдім деп айтушы болма. Түк білмеген кісі құсап отыра бер, деп баласы жөнін айтыпты. Сөйтіп кедей байғұс қорқа молдаға келіп амандасып, өзінің баласын алуға келгенін айтып, әңгімелесіп отырыпты. Әрине, оны молда да жақсы қарсы алып күтеді. Сонда кедей: «Менің балам қайда? Баламды сағындым, көрейін», депті. Сонда молда: «Балаңызды ертең көресіз, асықпай жатып демалыңыз», деп қойыпты. Сөйтіп кедей молдаға қонақ болады. Ертесіне молда ерте тұрып: «Ал қонақ, жүр енді, балаңды көрсетемін. Танысаң сенікі, танымасаң бала менікі», деп кедейді бір сарайға алып келіп, сарайдың есігін ашып, бір уыс жем шашып жіберсе, сарайдан бір топ көгершін шығып, жемді жей бастапты. Сонда молда: «Ал танып ал балаңды», депті. Сонда кедей: «Сабыр, молдеке сабыр, сабыр түбі сары алтын деген молдеке» деп тұрғанда жем бітіп, бір көгершіннің аузындағысына таласа кетіпті. Сонда кедей: «Менің балам осы еді» деп ұстай алыпты. Сол кезде баласы кісі болып түрегеліпті. Міне енді молда ашуланып: «Ал енді барыңдар, шамаң жетсе, мен сені қой етіп жерсің. Әйтпесе бір жерде мен сені қой етіп жермін», деп баланы босатып жіберіпті. Әрине, бұл баланың оқуы молданың өз оқуынан асқан екен. Бұл молда сол себепті күдіктеніп, әкесі танымағанда оны алып қалып көзін құртпақ екен. Бала әкесі екеуі торшолаққа мінгесіп келе жатқанда баласы: «Әке, үй ішінде не бар, нендей мал бар үйде?» деп сұрайды. Сонда әкесі: «Не болатын еді балам, малдан өзің көрген торшолақ, одан басқа еш нәрсе де жоқ» депті.
Баласы: ал ондай болса, біз үйге құр қол бармайық. Мен қазір әдемі қара жорға арғымақ боламын. Сіз маған мініңіз де мына шәріге апарып сатыңыз. Бірақ жүгенді бермеңіз. Содан қайтып келіп, мені осы арада тосыңыз. Өзім қайтып келемін, деп бала жерге бір аунап әдемі қара жорға арғымақ болып тұрыпты. Әкесі торшалақты тұсап қойып, қара жорғаға міне салып шәрінің көшесіне жетіп келеді. Бір кісі келіп, арғымағыңды сатасың ба, дейді. Шал: сатамын, бағасы 200 ділда, депті. Ол кісі 300 ділда беріп арғымақты алады. Шал арғымақтың басындағы жүгенді сыпырып алады да қайтып жүре береді. Ол атының қасына келіп баласын тосып отырады. Баласы да артынан кешікпей жүгіріп келеді. Ал әке, кетейік деп торжалаққа мінгесіп жүріп кетеді. Сөйтіп тағы бір шәрінің тұсына келгенде баласы: әке, мына шәріге тағы да апарып сат, деп тағы да қара арғымақ болып шыға келеді. Әкесі торшалақты тұсап қара жорғаға мініп алып шәріге келеді. Шәріні бойлап арғымақ сатам деп хабарласып келе жатқанда, бір шал келіп арғымақтың жүгенінен ұстай алады да: арғымағың қанша тұрады, деп сұрайды. Арғымағым 200 ділда, дейді. Ол саудаласпай 300 ділда береді де арғымақты алады. Сол арада арғымақтың иесі жүгенді сыпырып алайын десе, арғымақты алып тұрған кісі жүгенге таласып, жүгенді бермей қояды. Міне, сөйтіп шал байғұс жылай-жылай қайтып торшолақтың қасына келіп, баласын бір тәулік тосады. Әрине, бала қайтып оралмайды. Баласының келмесіне көзі жеткен шал жылаумен үйіне қайтып жүре береді. Ал арғымаққа ие болған шал арғымақтың жүгенін алып, өзінің төсегінің астына тығып сақтайтын болады. Бір күні баласы арғымаққа мініп, көшеге шықса, арғымақ жөнді жүрмейді. Сол кезде арғымақты ұрса, арғымаққа тіл бітіп: ей бала, сен мені ұрма, әкеңнің төсегінің астында менің жүгенім бар. Соны сен көрсетпей ұрлап әкеп, мені жүгенде. Сонда ғана мен жақсы жүремін, депті. Сөйтіп бала арғымақтың бұл сөзіне келісіп, жүгіріп үйіне келсе, әкесі далаға шығып кеткен екен. Бала төсек астындағы жүгенді ала салып, жүгіріп арғымаққа келіп, оны жүгендеп мініп алып, көшені ары-бері бойлай жорғалатады. Үйіне келгеннен соң арғымақтан түсіп оны бойлай бергенде, арғымақ қашып жөнеледі. Міне сол арада бала әкесіне келіп айтады. Әкесі жүгіріп келіп төсек астындағы жүгенді қараса, жүген орнында жоқ. Сол арада шал халдің нашарға айналғанын біліп, арғымақтың артынан қуады. Ол арғымаққа жетіп қалғанда, арғымақ қоян болып қашады. Сол арада шал тазы ит болып қуады. Ал енді жетуге айналған кезде бір аунап түлкі болып қашады. Шал бір аунап бүркіт болып қуады. Сөйтіп келе жатқанда, алдындағы өзен жағасында бір қыз су алып тұр екен. Қашқан түлкі қысылғаннан сақина болып сол қыздың шелегінің ішіне шолп етіп түсіп кетіпті. Ал бүркіт сол кезде жерге түсіп, кісі болып келіп, қыздан сақинаны даулайды. Сол кезде қыз тұрып: мен сізден сақина алғаным жоқ. Ал менен сақина алмақ болсаң, үйге барайық. Менің әкем осы жердің қаны еді. Сол кісі елін жинасын. Міне менен алтыныңды сол халықтың алдында аласын, деп шалды үйіне ертіп келіп, әкесіне: әке, еліңді жина, еліңіздің алдында айтайын деген сөзім бар, деп елін жинатады. Сөйтіп ел жиылған соң қыз ел алдына шығып: халқым, тыңдаңдар. Мына тұрған адам менен сақина даулап тұр. Оның мәні мынадай: мен өзеннен су алып тұр едім, қарасам бір түлкі қашып келе жатыр. Ал ол түлкіні бір бүркіт қуып келеді екен. Міне соның қызығына қарап тұрғанымда, жаны қысылған түлкі қашқан бетінде келіп, менің шелегіме сақина болып түсіп кетті.
Бүркіт жерге түсті де кісі болып менен Сақина даулап тұр. Ал мына тұрған адам? Ал енді шамасы жетсе сіздердің алдарыңызда алсын, деп қолындағы Сақинаны жерге тастап жібереді. Сол кезде Сақина тары болып шашылып кетеді. Сол кезде баяғы шал тауық болып тарыны теріп жей бастапты. Тарының ақыры түйірі қалғанда сол қалған ақырғы түйір тары мысық болып, тауықты бас салып, мойнын бұрап өлтіріп, бала болып түрегеліпті. Сөйтіп бала осы арада өзінің молдадан құтылуына көмектескен қызды алып, үй болып тұрады. Артынан әке-шешесін тауып алып, осы шәріде молда болып, молдалық дәуірін жүргізіп тұра береді. Құрметті оқырмандар, біздің бүгінгі ертегіміздің бірінші бөлімі осымен тәмамдалды. Келесі бөлімін жіберіп алмас үшін қоңырауды басып қойыңыздар. Сау сәлеметте болыңыздар.